Сәлеметсіздер ме оқушылар? Саламатсыздар. Бүгін сабақта шыққан кезекші айта ғой. Бүгінгі сабақта айтқан кездер Құдайберген Рай Айзада. Жақсы оқушылар, бүгін сабағымызды бастамас бұрын біздер 3 топқа бөлінеміз осы отырғанымыз бойынша. Бірінші топ туған жер, екінші топ ана, үшінші топ дос. Осы топ бойынша бірігіп жұмыс жасаймыз. Оқушылар, сабағымызға жағымды психологиялық ахуал тудыру үшін сіздерге көңіл күймен бастайық. Жақсы тілектер айтып, көгершінді ұшырайық. бірінші жақсы тілектер Көңіл күймен бастайық. Жақсы тілектер айтып, көгершінді ұшырайық. Сабақты керемет көңіл күймен бастайық. Жақсы тілектер айтып, көгершінді бастайық. Жақсы тілектер айтып, көгершінді ұшырайық. Сабақты керемет көңіл күймен бастайық. Жақсы тілектер айтып, көгершінді ұшырайық. Жақсы оқушылар, бүгінгі бір-бірімізге жақсы көңілге келсек, сабағымызды бастайық. Біздер өткен сабақта қандай аяқтағы шығармасы бойынша өткен сабақ бойынша сұрақтар сөйлейді әдісі бойынша біз сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Романның басты идеясы әйел теңдігі ме, әлде ел бірлігі ме? Біреуін ғана айтамыз. Қамар? Романның идеясы әйел теңдігінде, ел бірлігінде Қатар көрсетеді. Жақсы, жарайсың. Екінші сұрақ. Романның басты тақырыбы қандай әлеуметтік немесе адамгершілік мәселелерді көтерді? Шынар? Теңсіздік, әйел құқығы, ел басқару. Жақсы, дұрыс, жарайсың. Үшінші сұрақ. Ұлпан бейнесі арқылы қазақ әйелінің тек отбасы емес, мемлекеттік деңгейдегі істерді атқара алатынын қалай дәлелдеді Ұлпан шығармасында? Жансая? Ұлпан есенейге тұрмысқа шыққаннан кейін өзінің елдегі әйел құқығымен ел құқығын тең болады. Және ел ішіне араласып есенейге тұрмысқа. Жақсы, жарайсың. Дұрыс жауап бердің. Келесі, Ұлпанның ел басқаруда ерлігі мен қазіргі қоғамдағы әйелдердің арасында қандай ұқсастықтар бар? Дана айта ғой. Ұлпанның ерлігі қазіргі қоғамдағы іскер білімді әйелдердің ұқсас. Жақсы. Келесі сұрақ. Романда сипаттаған салт дәстүрлер бүгінгі жаһандану заманында өзінің құндылығын жоғалтты ма? Романда салт дәстүрлер бар ғой, солай ма? Ең сол салт дәстүрлер бүгінгі қазіргі қоғамда бар ма, әлде жасалып жатыр ма, болып жатыр ма? Қамар? Кейбір салт дәстүрлер сақталғанымен жаһандану өзгеруіне әсер Иә, бұрынғы салт дәстүрлер сақталды, бірақ қазіргі қоғамға байланысты не істеп отырды? Өзгеріп отырды. Жақсы, жарайсыңдар оқушылар. Бүгінгі өткен сабақ бойынша қорытындылау мақсатында сіздерге бағалау беремін. Өте жақсы. Сабаққа қатысып отырған оқушылар жарайсыңдар. Қалған оқушылар сол сабаққа қатысып отырады. Жақсы. Оқушылар алдарыңызға өзін-өз бағалау таратылды. Барлық орындалып жатқан тапсырмаларға дисплектер бойынша осы бағалау қағазына белгілеп отырамыз. Түсінікті ғой? Жақсы. Біздің бүгінгі сабағымыз Төлеген Айбергенов «Сағыныш өлеңі». Мақсатымыз поэтикалық, эпикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдай алады. Енді оқушылар сіздерге қаратып алайын. Қазір орындаймыз. Енді сабақты бастамас бұрын біз әуелі Төлеген Айбергенов туралы қысқаша бейне жазба көреміз. Төлеген Айбергенов Қарақалпақ елінің Қоңырат ауданында дүниеге келген.
Ташкенттегі Низами атындағы педагогикалық институтты бітірген ақын жастайынан шығыс шайырларының жырларын жатқа білседі. 20-дан енді ғана асқан шағында қазақ поэзиясының төрінде жарқ ете қалған ақынды әдеби орта бірден таниды. Әбділда Тәжібаев ақынның өлеңдеріне алғаш алғы сөз жазып баспасөз бетіне жариялайды. Соған қарамастан ақын көзі тірісінде жазушылар одағының мүшелігіне өтіп үлгермейді. Төлеген Айбергеновтің ақын інісі Мұхтар Шахановқа арнап жазған «Сағыныш» атты өлеңі әдеби-мәдени ортада кеңінен танымал болса, тағы бір тойым бар деген өлеңі танымалдылыққа ие. Дархан көңілді қазақтың бірінен соң бірі болатын тойлары Төлегеннің осы бір жырынсыз жетім болып қалатындай күй кешеді. Ақын отбасында 3 қыздың ішінде жалғыз ұл болып еркек өседі. Бір қызығы өзінің де 3 қыз, бір ұлы болады. Ақынның жары Үрнисаның айтуы бойынша «Бір тойым бар» деген өлеңді Төлеген жұбайы тағы бір баланы дүниеге әкелсе деген арман тілекпен шығарған екен. Мұхтар Шаханов өз сөзінде Төлеген Айбергенов, Шәмші Қалдаяқов үшеуміз ерекше достық қарым-қатынаста болдық. Анам марқұм 13 құрсақ көтерген, соның ішінде менен басқасы түгел оды түйіліп болып кеткен. Неше балаңыз бар деп сұраған адамдарға менің 3 балам бар. Үлкені Шәмші Қалдаяқов, ортаншысы Төлеген Айбергенов, кішісі мына Мұхтар дейтін. Шәмші де Төлеген де анамды ерекше қадірлейтін деді. Мұхтар Шаханов Төлеген шығармашылығынан дәр алып, ағалық ақылын тыңдап, қасында жүріп көп нәрсені үйренген. Тіпті Төлегеннің мықтылығын мойындап, күллі қазақты таң қалдырған ақын деп Айбергенов шыны деген өлең шығарған. Жақсы оқушылар, сонымен Төлеген Айбергенов туралы шағын бейнебаянды көрдік, солай ма? Не айтады? Бұл жерде анасының орыс көтерген, бірақ олардың айтып мен Шәмші Қалдаяқовты анасы өте қатты Өзінің балдары дүниелік болғаннан кейін менің 3 балам деп кімдерді атап кеткен? Шәмші Қалдаяқов, Төлеген Айбергенов және Мұхтар Шаханов екен. Енді біздер Төлеген Айбергенов деген есімді естіген уақытта бірден есімізге «Бір тойым бар еді» деген шығармасы есімізге түседі. Солай ма? Енді сол сияқты бүгінгі тақырыбымыз сағыныш өлеңі болғаннан кейін бұл сағыныш өлеңі 1961 жылы жазылған, яғни Мұхтар Шахановқа арнап жазған өлең екен. Жақсы оқушылар, ары қарай тапсырма орындаймыз. Топтық тапсырманы орындау үшін әуелі біздер оқулықты ашамыз, сағыныш өлеңін қараймыз. 3 топтан 3 оқушы сағыныш өлеңінен үзінді оқиды. Кім оқиды? Кім оқиды? Бірінші топ. Мейірім оқыш. Кез келген жерден бір үзінді оқимыз, түсінгенімізді айтып кетеміз. Сағындым жаным өзіне, үлкен қуаныш қылып дүниеме екен бараған. Шыныным болсаң басырма жаным десіп, өсе ғайбатқа бораған, қажет жерімді қатыгездікпен қаталдық керек десек те, адамның заңғар ұлығын сен сағынышын десек те. Жақсы, не түсіндік? Не түсіндіңдер бұл үзіндіден? Оқушылар? Туған жерге деген бауырларда деген сағынышын. Иә, тағы да қанша қатыгез болып тұрса, қанша қаталдық мінез көрсетіп тұрса, иә, сағыныш болу керек адамға деген. Жақсы, екінші үзінді концерт. Сағыныш жайлы қайтадан толғау боларда бәлкім қолайсыз. Дегенмен жаным, көңілді дүние сағынбасын арайсыз. Өмірде мынау сағынбағандар бақытсыз, бақсыз талайсыз, қазақтың жыры абайсыз. Ал бұл үзіндіде не түсіндік? Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы, солай ма? Оның әрбір сөзі, өлеңдегі әрбір сөзі, қара сөзіндегі әрбір
адамның жан дүниесіне керек әрбір сөзін барлық ақын жазушылар өздерінің шығармаларына қосып отырған. Солай ма? Сондықтан қазақтың жыры да, толғауы да ешқашан абайсыз болмаған. Солай ма? Жалпы өмірде сағынбағандар, адамды сағынбайтын, жалпы ма кеудесінде ешқандай мейірімі жоқ, ешқандай басқа адамға деген сағыныш жоқ адамдар қандай адамдар? Бақытсыз адамдар, байсыз адамдардың теңеген екен. Үшінші хатта кім оқиды? Шынар? Сағынбай барсаң тауға да сенің алдыңнан шықпас асқақтап, ойлауың мүмкін дүниені мынау кеткен лепеттас қаптап, үмітке толы арманға толы әр жерде бір қарағай, сағынбай жүрсең қалуы мүмкін, жарысуға жарамай. Жарысы, ал қайда барсақ та жүрген жерімізде алдымыздан кез келген нәрсе тап боламыз. Солай ма? Қарапайым тауға тап боламыз. Тауға дегенде де бір адамның несі болу керек, сағынышы болу керек. Тау мен жаңағы адамның арасында белгілі бір байланыс бар. Солай ма? Таудың қасынан өтсең, тау саған әдемі болып көрінеді. Солай ғой? Сол сияқты адамның ішкі жан дүниесі де тас қамал сияқты қараңғы болмау керек, жарық болу керек. Басқа адамға өзінің жаңағына арайлап жатқан таң, таңертең шыққан күн сияқты не істеп жүріп, жан-жағындағы адамдарға күннің нұрын шашып жүру керек екен. Міне осындай туған жерге деген, адамға деген, жалпы кез келген әр нәрсенің қадірін білу үшін адамда бір бойында бір керемет сезім болу керек, жылылық болу керек. Солай ма? Мейірімділік болу керек. Жақсы. Енді топқа бөліндік. Осы топпен топтық тапсырма орындаймыз. Бірінші топ сатылай кешен талдау жасаймыз. Екінші топ сағынышты бүгінгі күнмен, бүгінгі әлеуметтік мәселемен байланыстырамыз. Және үшінші топ сағыныш деген сөздің мағынасын, адам өмірінде қандай маңызы бар, сонымен түсіндіреміз. Қалғанысына енді сәндей береді, қалғанысына неге жасай береміз. Тапсырманы топ орындаймыз. Бірінші топ. Екінші топтың тапсырмасы. Бірінші топтың тапсырмасы. Үшінші топтың тапсырмасы. Топтық тапсырманы топ бірге орындаймыз, сосын топ болып қорғаймыз. Дискриптор, Төртібай. Төрт тармақтан тұратын бірнеше болған топ шығып қорғай береміз. Болған топ қорғаймыз тапсырманы.
Быстрее сызып көрсетсеңдер болады. Болған жоқ бар ма? Қайтып болды? Кел. Қалған достар, тыныштық сақтаймыз. Болғанда орныңызға отырамыз. Ал бірінші топты тыңдаймыз. Сағыныш бұл құралдағы шара емес, бұл оның мәні жүрек. Сағыныш адамның жүрегінің тірелгенін білдіреді. Сағыныш бұл іштегі мейірімділік пен жыралым. Сағыныш анаға деген сағыныш. Сағыныш және туған жерге деген сағыныш, отбасыға деген, бауырларға деген сағыныш. Сағыныш бар адам, бұл ішінде мейірімі бар адам. Егер адам сағынбайтын болса, ол өмірде өмірі қараңғы болады. Не себепті сағыныш деген сөзді сағынмен қоядыңдар? Себебі сағыныш дегеніміз бұл адамның ішіндегі жылу, жалын, адамға деген сол шыңсары жоқ қояды. Жақсы, жарайсыңдар. Отыра қойын. Әке, бірінші топ келеміз. Келеміз бірінші топ, үшінші топ жарайсыңдар. Тапсырған толық орындады. Болсақ келеміз. Қай топ болды? Бірінші топ, екінші топ. Бірінші топ сатылай кешен талдау жасайды. Екінші топ өмірмен байланыстырамыз. Әлеуметтік қоғамдық өмірмен байланыстырамыз. Ана мен баланың арасында қандай байланыс бар? Қоғаммен қандай байланыс бар? Қала мен ауылдың қандай байланысы бар? Соны жазуға болады. Келеміз, бірінші топ болдық па? Келе қойын. Жүр, Арман кел. Қорғаймыз. Сатылай кешен талдау. Сағыныш өлеңі сатылай кешенді таңдау. Авторы Төлеген Айбергенов. Өлеңнің жанры лирикалық өлең. Өлеңнің тақырыбы сағынышты сезімді туған жерге, елге, адамға деген іңкәрлік. Ал идеясы болса адам өмірінде сағыныш пен жақындарын қадірлеу, адамды алға жетелейтін сезім. Өлең 4 тармақтан бірнеше шумақтан құралған. Өлең жолдары 11 буынды. Бунақ 3 бунақты. Өлеңнің тәрбиелік мәні ата-анаға, туған жерге құрмет сезім артады. Жақсы, жарайсыңдар. Отыра қойын. Екінші топ болдық па? Бірінші топ, үшінші топ. Топтық тапсырманы өте жақсы орындады, жарайсыңдар. Өз бағалы парағына ұпайларыңызды қойып отырасыздар. Енді екінші топ қалды. Келе ал. Жасайып келе ал. Сағыныш жинау мен ата-ана мен бала арасындағы байланыс. Қазіргі қоғамдағы жастардың білім, жұмыс іздеп қалаға немесе басқа да шетелдерге кетуі ол физикалық қашықтықты артады. Өлең сағыныш сезімін дәл осы алыста жүрген баланың жүрек түпкіріндегі ата-ананың махаббаты болып есептеледі. Мәтті үдесі салдарынан ауыл жастары қалаға көшеді. Ауылдың табиғатын
қарапайым тіршілігіне туған жерге деген сағынышын өлеңнің негізінде саралап білдіреді. Үшінші, қоғамдық құндылықтар мәселесі. Технология дамыған заманда адамдардың бір-біріне визуалды түрде хабарласа алады. Бұл қазіргі таңда алыста шетелде жүрген әркім өз достары немесе аға-апаларымен дәл осылай визуалды түрде сөйлесе алатыны ол шындық. Өлеңдегі сағыныш мысалы эмоцияның символы, ол адам арасындағы мейірімділікке, жан-жақты болуына үйретеді. Бұл мәселе бүгінде өзекті. Сағыныш адамның туған тамырына ажырамаған. Сағыныш адамның туған тамырына ажырамаған дейді. Сондықтан бұл себеп қазіргі таңда өте қоғамдық мәселеге жатқызған екен, яғни өзекті мәселеге. Жарайсыңдар. 3 топта өте жақсы тапсырманы орындады. Өзіңіз бағалау қарарына дискрипті ұпайын қойып отырамыз. Жақсы оқушылар, екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырмада жұптық жұмыс, яғни жұбымызбен бірге ақылдасып отырып орындаймыз. Жұбымызбен бірге берілген сұрақтарды талқылаймыз. Мен сұрақтардың барлығын ашып тастаймын. Сұрақтарды оқып аламыз әуелі. Қай сұрақ оңайда жұбымызбен талқылап аламыз, әуелі сөйлесіп аламыз. Сосын барып сұрақтарға ауызша жауап береміз. Бірінші сұрақ, айта ғой, беріп. Сағыныш сезімі жақын адамды немесе туған жерді сағыну. Қай сұрақ? Өлеңдегі негізгі тақырып. Өлеңнің негізгі тақырыбы қандай сұрағына жауап? Сағыныш сезімі жақын адамды немесе туған жерді сағыну. Туған жерді сағыну. Жақсы. Келесі сұрақ. Аяжан. Өлеңнің басты идеясы неде? Өлеңнің басты идеясы адамгершілік пен қасындағы адамдарды қадірлеу, сағыныш сезімі туралы. Басты идеясы сағыныш. Басты идеясы сағыныш, туған жерге деген сағыныш солай ма? Жақсы, отыра. Тағы қай сұраққа жауап береміз? Екінші. Шынар айта ғой, автор сағыныш ұғымын қалай түсіндіреді? Адамның жүрегіндегі ең терең, ең ыстық, ең жақсы сезім ретінде түсіндіреді. Иә, сағыныш ұғымын адамның жанындағы ең терең жеріндегі ыстық сезім екенін түсіндіреді екен. Жақсы, Қамар, қай сұрақ? Эпитет, теңеу, қайталау, риторикалық сұрақ деген көптеген шыққалдың барлығы бұл өлеңде кездескен. Яғни теңеудің өзі, бұл жерде теңеуде Қандай теңеу сөздер бар? Мысалы айтып кетсек болады. Қалғандарымызға айтуға болады. Тұлпардай. Қайталау сағыныш деген сөздің өзі. Сағыныш иә. Қайталанады. Тағы да эпитет бар ма? Эпитет бар ма үзіндіде? Өлеңде? Эпитет сөздер? Иә. Сағыныш сөзі қайталанды. Жақсы. Тағы бір сұрақ қалды ғой. Өлең сізге қалай әсер қалдырды? Қандай әсер алдық өлеңнен? Барлығымыз бірге айтайықшы. Өлең туған жердің қадірлеу, сағыныш сезімін Туған жердің қадірін білу. Сосын иә. Тағы Сағыныш өмірдің мәні екенін. сағыныш өмірдің мәні екенін түсіну. Солай ма? Тағы Әлсіздік емес, ол адамды сағына білу, есте түсіреді. иә. Жақсы, жарайсыңдар. Ары қарай, үшінші тапсырма, дәптерге орындаймыз. Жеке жұмыс, дәптерімізді ашамыз. Үшінші тапсырма дейміз. Бізге сөздер берілген: теңіз, бұлбұл, тау, қарағай, қыраттар. Бұның барлығы бізде үзіндіде бар, солай ма? Өлеңде осы сөздер арқылы өлең жолына үзінді келтіреміз және өз ойымызды жазамыз. Өлең жолынан үзінді келтіреді, сөздерді дұрыс табады, өз ойын жазады. Барлығы 3 ұпай. Әуелі дәптерге жазып аламыз. Теңіз деген, мысалы, осы сөз өлең жолында кездесті ме? Кездессе жазамыз, сосын оған өз ойымызды жазамыз.
әуелі жазып аламыз дәптерге, сосын барып оқимыз. Дәптерге жазамыз, оқимыз. Дәптерге жазып оқимыз. Теңіз, бұлбұл, тау, қарағай, қыраттар. Болған оқушылар болса, оқи беруге болады. Оқи ғой, жансайт болдық па? Теңіз сөзіне. Сағынбай барсаң, теңіздің сенің теңірегі жастық шағынбай. Сағыныш сені толғаның жүректі тербейді. Иә, өзі ойын солай ма? Жақсы, топырағы. Тағы. Тағы қандай сөздер бар? Кім оқиды? Қамар, оқи ғой. Бұлбұлдың дауысын ести алмайсың, балаларға кірсейді сағынбай. Бұл жерде бұлбұлдың дауысы нәзік болғандықтан, балаларды оның дауысын сағынып қайтқан. Жақсы. Яғни бұлбұл қарапайым сөзді алғанда, оны бейнелі түрде көрсететін болсақ, сайраған бұлбұл үнінде сағыныш. Солай ма? Ал бұған өз ойымызды білдіретін болса, бұлбұл жалпы нәзіктік пен әсемдіктің белгісі ретінде оны ақын қалай көрсетті бізге? Сағынышпен, әдемі, таза сөз ретінде көрсеткен екен. Келесі сөз, Дана, айта ғой. Асқан таудай биік арман. Тау сағыныш адамның рухын анықтап жетелейді. Иә. Яғни сағыныш адамның рухын асқақтатып биікке жетелейді екен. Жақсы, қарағай. Шынар. Қарағай, сылдырлаған қарағайдай мұң. Қарағай сылдыры мұңды сезімді елестетеді. Сағынышты тереңден аңғар болды. Қыраттар. Кім оқиды? Тағы. Қыраттар өлең жолынан үзінді келтірейік. Оған өз ойымызды білдіреміз. Қыраттар бірінші ата, бірінші топ. Аяжан. Алдында тұрған қыраттың саған көрінбей жатқан айзамын. Иә, өз ойыңды айтып жіберші. Алдында тұрған. Қыраттардың алыста көрінуі ненің белгісі? Өткен күндердің белгісі. Солай ма? Яғни біз өткен күнде не істеп бара жатырмыз? Қашықтап бара жатырмыз, алыстап бара жатыр екенбіз. Жақсы, отыра ғой. Жарайсыңдар. Жақсы. Оқушылар, жеке жұмыс 3-ші тапсырманың жауабын тақтадағымен сәйкестендірейік, тексереміз. Бірінші сөз, теңіз, толқынды теңіздей тасыған сезім. Екінші, тау, яғни асқар таудай биік арман. Сіздер дұрыс таптыңыздар. Үшінші, қыраттар, сағымды қыраттардай алыстаған шақ. Келесі сөз бізде бұлбұл, сайраған бұлбұл үніндей сағыныш, және соңғы сөзіміз қарағай, сыңсыған қарағайдай мұң. Сіздер бұл тапсырманың жауабын дұрыс таптыңыздар. Оқушылар, кітабымызды ашамыз. Кітабымызды ашайық, кітабымыздың 200-ші бетін ашамыз. 200 бетін ашайық. Сол жерде 4-ші сұрақ тұр. Берілген кестедегі сұрақтарға жауап бере отырып, автор бейнесіне талдау жаса деп тұр. Солай ма? Енді сендерге ақын және сен деген 4 кестесін берген. Осы кестедегі берілген сұраққа жауап береміз. Бірінші, ақын не деп айтты, одан кейін сендер сол ақынның сөзімен келісесіңдер ме? Қажет жерінде қатыгездік пен қаталдық керек десек те, адамның заңғар ұлылығын сен сағынышымен есепте дейді. Мұнымен сіздер келісесіздер ме? Иә. Сағыныш сезімі болу керек адамда. Жақсы. Бабалар бізді сағынған жаным, арманның аңсап тілегін, әжелер бізді сағынған жаным, талдырып асқарып иығын дейді. Мұны қалай түсіндірер едіңдер? Осы үзіндіні қалай түсіндіреміз? Бабалар бізді сағынған жаным,
арманның аңсап биігін. Бізге егемен ел болуымыз, тәуелсіз ел болуымыз кімнің арқасында? Бабалардың арқасында. Солай ма? Айталық армандар. Иә, айталық. Олар бұл күнді тәуелсіздікті армандап аңсап кеткен болатын. Ол осы арман мақсатын сағынады. Әжелеріміз бізді Өзінің еркелігімен істеді. тербетті және Иә, бізді сағынады. жақсы. Үшінші бөлім. Сағынбай барсаң, тауларда сенің алдыңнан шықпас асқақтар. Ойлауы мүмкін, дүниені мынау кетпен екен деп тасқақтар. Сендер қалай білесіңдер? Сағынбай барсаң, тауларда сенің алдыңнан шықпас асқақтар. Кез келген жерге барсақ, алдымыздан тау тас шығады. Ол міндетті түрде солай ма? Мысалы, қарапайым мысал ретінде алатын болсақ, иә, өзіміздің Маңғыстауда ең керемет бозжырамыз бар. Солай ма? Бозжыраны анда-санда бір көреміз. Ал сол тау тасына барып суретке түскіміз келеді, видеоға түскіміз келеді. Ал соны сағынып, таудың ерекшелігіне қызығушылықпен барсақ, тауда сені қалай қабылдайды? Ерекше қабылдайды, жақсы қабылдайды, солай ма? Тауда да, тау мен адамның арасында да белгілі бір сағыныш пайда болады. Солай ғой? Ойлауы мүмкін, дүниені мынау кетпен екен деп тасқақтап дейді. Оны қандай мағынада айтты? Адамның ішкі жан дүниесі қандай болу керек? Иә, мейірімді болу керек. Солай ма? Жан-жағындағы адамдарға өзінің бар ықыласымен, бар әдемі қасиетімен істей білу керек. Баурай білу керек. Әр адамға, кез келген адамға жақсы көзқараспен қарай білу керек. Солай ма? Шынар дұрыс айтады, сонда сенің әр жолың ашық болады екен. Мен мынау ыстық жүрегімменен қара тасты да сағынам, қаланып қалса тәртіппен дейді. Бұл мысалға өзінің туған жеріңді айтуы мүмкін. Иә. Жүрегімен тіпті туған жерінің топырағына сағынам. Дұрыс қой, бір жерге қыдырып баратын болса, өзіміздің елімізге, өзіміздің үйімізге жеткенше асық боламыз, солай ма? Өз үйім бөліп төсегім, қара топырағынан айналайын деп. Міне сол сияқты. Яғни қанша жүрегіммен қара тасты ұстап тұрсам да, ол маған ыстық. Солай ғой? Қаланып қалса тәртіппен дейді. Сонда сендер кімді мен сағынасыңдар өмірде? туған жерін өзім туып өскенде, ата-анамызды, бауырларымызды, өзіміздің туып өскен жерімізді, солай ма? Олар бізге жат болса да, мысалы, қанша ата-анамызға ренжісек те, не істейміз біз? Сағынамыз, солай ма? Себебі біздің кеудемізде, жанымызда ата-анамызға деген ыстық, сағыныш, мейірім, жылылық тұр. Міне, сол себепті біздер сағынады екенбіз. Жас оқушылар, бекіту сұрақтарына жауап берейіз. Сұрақтарды ашай берейін мен, жақсы ма? Сендер жауап бере бересіңдер. Так, бірінші сұрақ. Оқушылар, бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында бекіту сұрақтарына жауап береміз. Бірінші сұрақ, Төлеген Айберген сағынышты неге теңейді? Үзіндіде бар өлеңде. Басылған ақ жаңбырларға. Жарайсың. Жауабымен тексеріп отырамыз. Келесі. Автордың пікірінше сағынышсыз өмір қандай болады? Мәнсіз, қызықсыз болады. Яғни бірге жауап берсек болады. Өлеңдегі сағыныш ол ақ жаңбырлар басылған деген жолда қандай көркемдеуіш құрал қолданылған? Яғни мына сағыныш ол ақ жаңбырлар басылған деген сөзді көркемдеуіш құрал метафора. Келесі. Лирикалық кейіпкердің сағынышы кімге немесе неге бағытталған? Кімге қарай етті біздің кейіпкеріміз? Иә, бүкіл тіршілікке, туған жерге, табиғатқа, оның ішіне жаңа ата-анаға, досқа, бауырға бәріне кіреді, солай ма? Жақсы.
ары қарай өлеңдегі ардақты өмір тіркесі көркем текст құралы қай түрде жатты? Ал соны сұрақ, сағыныш өлеңінің басты идеясы қандай? Осы сағыныш өлеңіне біз не түсіндік? Не ой түйдік? Қандай ой түйдік? өмірге деген және барша жақын адамдарға деген сағынышты Дұрыс, өмірге деген жан-жағымызда кез келген әр адамға деген сағыныш, оларды қадірлей білу, солай ма? Мейірімділік, тағы да айта берейік, қандай әдемі қасиетті сөздер бар. Сағыныш деген сөзді естігенде ойымызға не келеді біздің? Сүю. Осы сағыныш өлеңінің басты идеясы қандай? Сағыныш арқылы жанын тазарып, өмірді сүю. Өлеңнің ұйқас түрі қандай ұйқас болды? Ана қар өлең ұйқас болды, солай ма? Ана сатылай кешенді талдау жасады. Ақын сағынышты жанның құлазығы деп есептеу орынды ма? Иә, ол манағы біз әлем сүріп жатқан қоғам мен тіршіліктің энергиясы екен. Жақсы, оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз Енді сабақтан барлығын түсінсек. Оқушылар бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Енді сабақтан барлығын түсінсек, жасыл асықты басамыз. Ал егерде сұрақ болса, сары асықты, ештеңе түсінбесе, қызыл асықты басамыз. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Енді сабақтан барлығын түсінсек, жасыл асықты басамыз. Ал егерде сұрақ болса, сары асықты, ештеңе түсінбесе, қызыл асықты басамыз. Жас оқушылар бүгін сабақты бағалау мақсатында сіздерді бөлек тағы да бағалап жіберемін. Дескрипторларына өзіңіз бағалау парағына қосып, бүгінгі сабақ бойынша өз-өздеріңді бағалаймын. Бүгін сабаққа қатысқан Қамар, жарайсың. Оқушылар өз-өз бағалау бойынша қолдарындағы соған қосып, өзім жеке бүгін сабаққа қатысқан оқушыларды бағалаймын. Қамар өте жақсы бүгін сабаққа атсалысып отыр.